Алдағы референдум туралы ақпараттық түсіндіру миссиясымен Қарағандыға парламент мәжілісінің депутаттары, ауыл партиясының төрағасы Серік Егізбаев және оның орынбасары Жигули Дайрабаев келді. Олар медициналық қоғамдастық пен Қарағанды медицина университетінің оқытушылары және студенттермен кездесті. Атом электр станциясын салу мәселесі өте өзекті деп атап өтті кездесуде. Парламент мәжілісінің аграрлық мәселелер жөніндегі комитетінің төрағасы Серік Егізбаев. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда электр энергиясының тапшылығы 3 миллиард киловатт сағатты құраған көрінеді. Біз тек Ресей Федерациясынан 100 миллиард теңгеге электр энергиясын сатып алдық. Бұл ақшаға ондаған мектептер мен ауруханалар, емханалар және басқа да әлеуметтік ғимараттар салуға болады. Ал энергиясыз қалай болмақ? Біз шамдарды өшіре алмаймыз. Сонымен үлкен энергетика өндіріс пайда болады. Бұл миллиондаған және 100 мың жұмыс орнының пайда болуына себепші болмақ. Міне қарапайым түсініктеме осы. Мәжілісмен ядролық энергетиканы ядролық қарумен шатастырмауға шақырады. Ол тұрғындардан алып қашпа әңгімеге сенбеуді, көбірек оқып талдау түсірады. Есть ряд фобий. Бірқатар фобиялар бар. Белгілі бір аймақтарда ядролық қару тақырыбын ядролық энергетикамен шатастырады. Мұны түсіндіру керек. Ол жерде тек ядролық сөзі бірдей, қалғаны мүлдем басқа заттар. Бүкіл әлем бұл технологияларды бұрыннан қолданып келеді. Өз кезегінде Жигули Дайрабаев атом электр станцияларын салу есебінен ұзақ уақыт бойы өзің энергия профицитпен қамтамасыз еткен дамыған елдердің тәжірибесіне тоқталды. Атом электр станциясын салу мәселесі жөнінен мемлекет басшысы тыңдаушы мемлекет құрамыз деп жатыр ғой. Сондықтан бұл мәселені басқа елдерде ол мемлекет басшыларының өкіметтің шешімімен де болып жатқан жағдайлары бар. Дегенмен де алысқа бармай осы Өзбекстанды алатын болсақ, Өзбекстан сол біздің Қазақстанның шекарасына жақын жерде атом электр станциясын салайын деп жатқан жағдай бар. Оларда ешқандай референдумды басқа да жағдай болған жоқ өкіметтің шешімімен. Ал енді біз мынау тыңдаушы мемлекет құратын болғаннан кейін халықпен ақылдасып халықтың шешімі бірінші кезекте керек болып тұр. Сондықтан әрбір азамат мемлекеттегі қоғамдағы жағдайға бей-жай қарауға болмайды. Ал ауыл партиясының сарапшысы ядролық физик Бағдат Қадыров атом электр станциясының өндірістік тиімділігі туралы айтты. Сейчас говорят, давайте ВИА делать. Қазір жаңартылатын энергия жасайық, күн және тағы басқа дейді. Біріншіден, онда пайдалану мерзімі 15-20 жыл, ал АЭС 100 жылға дейін. Тиісінше осындай 5 станция салу керек. Шартты түрде айтсақ, күн 20%, жел 35, ал АЭС 100 жыл ішінде 90%-ды құрайды. Яғни бұл біздің балаларымыз, немерелеріміз және тіпті шөберелеріміз үшін еліміздің тұрақты энергиямен қамтамасыз етілуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Кездесу соңында мәжілісмендер дәрігерлерді референдумға қатысуға шақырды. Дариға Жаманова, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.